Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі информатика пәніне қош келдіңдер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ақпаратты цифрлық тасымалдағыштар деген тақырып. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау. Яғни біз цифрлық тасымалдағыштарға көбінесе сипаттама беріп өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта біз, яғни сол оқу мақсатынан шыққан біздің қол жеткізетін мақсаттарымыз цифрлық құрылғыларды суреттері бойынша анықтаймыз. Қазір цифрлық құрылғылардың жалпы суреттері беріледі, сол бойынша сендер маған анықтама беруге тырысасыңдар. Жақсы ма? Келесі екінші цифрлық құрылғылар ұғымына анықтама береміз. Яғни әрбір біз қолданатын цифрлық құрылғыларға анықтама беріп өтеміз. Келесі үшінші цифрлық тасымалдау құралдарын функциясына байланысты сипаттаймыз. Яғни, мысалы, CD диск қайда жатады, флешка қайда жатады немесе дискета қайда жатады деп бәрін жіктеп шығамыз. Түсінікті ма? Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты сендерге түсінікті болды ма? Иә. Жақсы. Келесі, енді осы сабағымызды бастамас бұрын сендерге цифрлық тасымалдағыштар туралы сендердің біліміңді кішкене тексеріп алайық. Бірінші сұрақ. Дербес компьютерден басқа қандай цифрлық құрылғыларды білесіңдер? Жақсы, айта ғой. Телефон. Орнынан тұрып айта ғой. Телефон. Телефон ол қандай құрылғы? Цифрлық құрылғы. Қандай мақсатта қолданамыз оны? Оны сообщениялар жіберіп, ойындар ойнап. Жақсы, өте жақсы, отырамыз. Қандай ақпарат алдық? Тасқа қашап жазған мәліметтер сапасыз болған. Сондықтан қандай құрылғылар болып тапқан? Компьютер, планшет, ұялы телефон, тағы да басқа құрылғылар жасаған. Өте жақсы. Келесі тағы қандай ақпараттар қалды? Қыздар. Келесі ары жалғастырайық. Яғни кез келген цифрлық құрылғыларды пайдаланған соң, ондағы ақпаратты жөнелту, өңдеу, сақтау үшін бізге тасымалдағыштар керек болады. Яғни біздің тасымалдағыштар, мысалы, телефон, немесе флешка, немесе жесткий дисктер болады. Соларды мен сіздерге таныстырып өтейін. Яғни оқушылар, қазір сендерге оқу мақсатына негізделген тапсырмалар беріледі. Сабақтың басында біз үш мақсатын жасап алдық қой. Соны біз орындау үшін осындай тапсырмаларды орындаймыз. Ең бірінші тапсырма ақпарат тасымалдағыш түрлерін сәйкестендіріңіз. Яғни мұнда түрлері берілген, үш түрі, мына жерде яғни құрылғылар берілген. Осы құрылғыларды бір-біріне сәйкестендіруіміз керек. Жақсы ма? Ең бірінші оптикалық тасымалдағыштарға қандай құрылғылар жатады? Қол көтереміз. Кел оқшағылы. Атауларды атайық қой. Біріншісі қандай? Аттайды. CD, DVD. Және екіншісі терабайт және Blu-ray дискілер. Жақсы отыра. Келесі. Екіншісі, магнитті тасымалдағыштарға қайсылар жатады? Қол көтереміз. Ya,
және қандай бұл? ADD, яғни бағана айттық. Жақсы оқушылар, яғни біз бірінші тапсырманы сәтті аяқтадық. Екінші оқу мақсатына негізделген тапсырма бұл топтастыру әдісі арқылы ұйымдастырылады. Яғни біз бұл жерде Learning Apps деген платформаны қолданамыз. Бұл жерде берілген суреттер бойынша ақпараттық цифрлық тасымалдағыштарды бір-біріне топтастырамыз. Ол үшін біз төмендегі сілтемеге өтеміз. Жақсы мінез. Сендердің алдарында ақпараттық тасымалдағыштарды дұрыс орналастыру деген тапсырма шығып тұр. Бұл жерде яғни екі топ болады. Цифрлық тасымалдағыштар және цифрлық емес тасымалдағыштар. Осы тасымалдағыштар қазір бір-біріне топтастырып шығамыз. Ал бастаймыз. Бірінші суретте яғни қай цифрлық неге жатады? Қол көтереміз. Цифрлық тасымалдағыштар емес. Өте жақсы. Жақсы оқушылар, міне біз, яғни цифрлық және цифрлық емес тасымалдағыштарды істедік. Бір-біріне топтастырып шықтық. Енді тексеріп көрейік жұмысымызды. Яғни біз барлығын дұрыс ойнаттық. Бізге хабарлама шықты. Жарайсың, енді сен цифрлық тасымалдағыштарды ажырата аласыңдар. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Екінші тапсырманы сәтті орындадық. Енді келесі үшінші тапсырмамызға өтейік. Яғни оқу мақсатына негізделген үшінші тапсырмамыз бос орынды толтыру әдісі арқылы ұйымдастырады. Бұл жерде біз платформа ретінде Core.ai деген платформаны қолданамыз. Бұл жерде біз заманауи цифрлық құрылғыларға байланысты анықтамаларда бос орындарды, яғни толтырып шығамыз. Ол үшін біз төмендегі сілтемеге өтеміз. Яғни біз сілтеме арқылы Core платформасына өттік. Міне интерфейсі. Бұл жерде сіздерге арналған тапсырмаdır. Бос орындарды толтыр. Мына жерде міне сөздер қалтырып кеткен. Одан кейін арқылы анықтама берілген. Қазір мен анықтаманы оқимын, мұқият тыңдаймыз. Одан кейін бір-бірден шығып жауап береміз. Түсінікті ме? Жақсы. Қандай сымсыз байланыс жасауға арналған құрал? Мына жерде қандай құрал жасалған? Ұялы телефон. Телефон шыға таңдаймыз. Ұялы телефон. Жақсы. Отыра ғой. Өте жақсы. Алғашқы ұялы телефон қай жылы ақш-та жасалған? Шыға ғой. Қай жерде басып таңдайсың, сосын жылын таңдайсың. Жақсы. Қай жылы? 73. Жақсы. Отыра ғой. Қазір жақсы оқушылар, толық, яғни анықтамаларға біз бос орынды толтырып шықтық. Енді жұмысымызды тексерейік. Мен басамын. Бірінші сұрақ дұрыс, ұялы телефон сымсыз байланыс жасауға арналған құрал. Екіншісі, ол алғашқы ұялы телефон қай жылы? 1970 жылы ақш-та жасалған екен. Үшіншісі дұрыс. Планшет сенсорлы экранмен жұмыс істейтін құрылғы. Келесі төртінші. Планшет ең көп қолданылатын цифрлық құрылғылардың бірі. Дұрыс. Келесі өзіміз қолданып жүрген электрондық кітаптың нұсқасы. Яғни дұрыс емес екен. Бұл жерде қандай? Екінші нұсқасы қандай болды? Электрондық кітап. Еске сақтаймыз, яғни электрондық кітап өзіміз қолданып жүрген цифрлық кітаптың электрондық нұсқасы. Келесі соңғы сұрақ. Электрондық кітапқа 100 деген кітапты салып жіберуге болады. Яғни бұл тапсырмада өте жақсы орындадыңдар. Бір ғана сұраққа дұрыс жауап бермедіңдер. Жарайсыңдар. Біз үшінші тапсырманы сәтті аяқтадық. Енді келесі тапсырмамызға өтейік. Келесі тапсырмамыз практикада қолданылады. Бағанадан бері алған теориялық білімдерді практикада қолданып көреміз. Ол үшін бірінші практикалық жұмыс нұсқалауға жұмыс түріндегі компьютер батырмасын тінтуірдің оң жақ батырмасымен шер. Барлығымыз компьютерде орындаймыз. Бірінші оң жақ батырмасын жасып, свойства деген нені тауып аламыз.
Endi ekінші нұсқаулық. Пайда болған терезеден қойшы қасиет батырмасын тінтудің сол жақ батырмасымен шертіп, компьютер жадының көлемін анықтаймыз. Біздің компьютерімізде қанша жады бар екен? Бәріміз аштық па? Память деген тауып аламыз, кімде орысша памятке басамыз. Жақсы. Өте жақсы. Өте жақсы. Барымызда шықты. Жақсы. Енді бірінші партадағы оқушылар. Қанша көлем бар екен? 900 гигабайт. 904. Сендерде қанша екен ақпараттық көлемі? Айта қой дауыстап. 118 гигабайт. Жақсы. Яғни біз компьютеріміздің жад көлемін анықтауды үйрендік. Өте жақсы балалар, практикалық жұмысты жақсы орындадық. Ал оқушылар, бүгін сабағымызды қорытындылау үшін, яғни сендерге қосып алу қызықты әдісімен рефлексия ұсынбақпын. Яғни бұл жерде мен өзіме алдым, осы сабақ бойынша жалпы не үйрендіңдер, қандай ақпарат алдыңдар, осы қатарға жазсаңдар болады. Келесі екінші, өзімнен мынаны алып тастаймын. Яғни менің берген ақпараттарым сендерге қажет емес болды. Соны жазасыңдар. Келесі үшінші, мен үшін қажет болды. Яғни осы ақпараттың ішінде мынау қажет болды деп жазып шықсаңдар болады. Түсіндік па? Ал бастаймыз. Кім бірінші шығады? Кел ал. Тесте жазып отырсаңыз, бір-екі ауыз сөзбен жазсақ болады. Сабақ бойынша жалпы тербалансын ұйымдастырып алдық. Оқушылардың яғни барлық пікірі құнды болып есептеледі. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін бүгін сабаққа өте белсенді қатысқан оқушыларға өздерінің тиісті ұпайларын беріп шығайық. Жақсы, бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысқан барлық сұрақтарға жауап берген, практикалық жұмысты жақсы орындаған Нұрдәулетке 10 ұпай, өте жақсы қатыстың. Маржанға да, яғни сабақтың барлығы кезеңдеріне өте жақсы қатысты, 10 ұпай. Келесі Кәусарға, яғни кейбір сұрақтарға дұрыс жауап бере алмады, сондықтан да бірақ өте жақсы қатыстың, 8 ұпай. Келесі Сайранға, яғни бұл сабаққа жақсы қатысты, көптеген сұрақтарға жауап бере алды, яғни 6 ұпай. Келесі Бектас, яғни сабақтың көптеген бөліктерде практикалық жұмысты өте жақсы орындадың, саған 7 ұпай. Келесі Батыржан, яғни сабаққа өте белсенді қатысты, барлық яғни сабақтың басынан бастап сұрақтарға жақсы жауап берді, сондықтан 10 ұпай. Қалған оқушылар, осы оқушылар сияқты сабаққа белсенді қатысайық, барлықтардың еңбектерің бар, үйге тапсырма, яғни бүгінгі сабақ бойынша барлығымыз күнделігімізді ашып жазып аламыз. 5-ші параграф, яғни 106-шы бет, цифрлық технологиялық адамның өмір сүру салтынан қаншалықты әсер етеді деген тақырыпта, яғни үйден кішігірім эссе жазып келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңа рахмет. Сау болыңдар.